Ассалаумағалейкум қазағым, қалайсыздар, жақсыздар ма, аман есенсіздер ма? Қазағым, мен сіздерге қанша шындықты айтып келемін, мені бірақ жек көресіздер. Сіздерге андай ғой, өтірік айтып, сіздерге өтірік қана мақтап, ойбай деп өтірік қана жанашырлық болып, андай сіздердің ақшаларыңыз жеп отқандарға сенесіздер да. Бірақ сіздерге көздеріңізді ашып шындықты айтқанға сенбейсіздер да. Сіздер қазіргі заман бар, сондай болып кеткен адамдар ше, өтірік айтсаң сенеді да адамға ше, шындықпен көзін ашсаң сол сенбейді. Енді мен сіздерге блогерлер қанша айттым, сіздерге ол жаны ашқансыз барып істейді, бірақ жарты ақшаңыз сіздердің ол жейді, плюс па еще анаяқтан ақшаны жейді деп айттым сіздерге. Мен өзім блогермін да қанша жылдан бері, бірақ мен өйтіп өтірік айтып ақша таппай қойыппын. Сіздерге 50 на 50 қылып отқан солар. Қақтан байып, қақтан демалып, қақтан шетелде сіздерге бүйтіп жүр дейсіз. Қалтасынан шығарып барып жатыр дейсіз ба? Сіздердің ақшаларыңыздан жеп отыр. Сіздер соңғы ақшаларыңызды беріп, бүйтіп отырсыздар, соларға жан ашып анаған береді деп. Мына береді. Бермейді. Көз бояушылық аппаратта сіздерге неғып қояды. Сенбейсіздер ма? Менің неме жекеме жазып маған келіңіздер. Мына қайырымдылық қордан мен үйімнен кейінгі бір үй ары әперді, бір үйді қайырымдылық қордан әперді соны. Сенбесеңіз жан-жағында көршілерінен сұратам мен сіздерге, сенбесеңіздер. Үйді әперді халықтың көзінше. Сөйтіп ана үйді тұрды, ана бейшаралар тұрды да, қанша өтірік айтпай қойған, 5-6 ай ма тұрды. Сөйтіп оларды шығарып жіберді да, өтірік қана жер әперді, бір кішкентай арзандау бірдеңке әперді да, ана үйді алды да өздері қайтып алып қойды да аналардан. Ел жұртқа енді өзін көрсеткісі келді ғой, үй әпердік деп ше. Бірақ қайтып сол үйді алып қойды да, сол үйді ше. Сенбесеңіздер көрсін бәріне сұратам, сіздерге айтып береді. Мен егер өтірік айтып тұрған болсам да, төбемде Құдай тұр. Қайтып алып қойды да 10 миллионға сатып жіберіп, қалталарына салып кетіп қалды. Міне. Ол өтірік қана сіздерден ақша жинатып, ойбай, пәлен ақшаға үй әперіп адық деп, сіздердің құлақтарыңыздан теуіп ақшаны жинатып аты, сіздерге көз бояушылық бол, үйді әпереді, міне әпердік, міне ойбай, игілігіңе тұр, ондай, мындай, бала шағаңмен тұр деп, жаны ашқан болады. Бәрі кетті ғой, жұрттың бар, халықтың бар, ақша беріп, мықты екен деп, қолдап кеттіңіздер. Сөйтеді да, ол кете ма, сөйтеді да, анаяқтан артынан бір мянка ма, или жерме әперіп қояды да, ана үйді қайтып алып қояды олар. Міне, сенбесеңіз, міне басқа жақта айтпай қой, менің ауылымда, менен кейінгі көшеде сол тірлік болып тұр. Мен өз көзіммен көріп жүрмін да, мысалға бала шағасы ауырып жатыр, ойбай, ақша жинайық деп, бәрі қора ашқыш болып кетті ғой, білесіздер ғой, қор жинаймыз деп шығып жатыр ғой, өтірігіміз ғой, тиктокта да басқада да. Сіздер ойбай деп ақша жинап жатсыздар, мына пәлен адам ғой, авторитетті ойын ойнап жатқан танымал адам ғой дейсіздер ма? Сол адамның өзі ақшаны жеп отыр, сіздерге жаны ашқансыз, ойбай, мына пәленше оған көрсетіп қойды, оған айтады, сіз үндемей отырыңыз, чем ақшасыз болғаннан ғой, 50 на 50 бөлсеміз дейді, ол да үндемейді, бейшара, амал жоқ, ақша алу керек ол да. Міне, жандарыңыз ашып барады ма? Тікелей өздерінің несіне аударыңыздар. Ол қоры, мор дегенге сенбеңіздер. Сенбейсіздер ма маған? Осы сөзді аяғына дейін тыңдаңыздар да, мына бауырымызды естіп көріңіздер, енді қазірде мен сіздерге айтайын. Мына бауырымды. Ал сіздерге өтірік айтып, өтірік жаны ашқан ұнайды екен, шын айтқан, көздеріңізді ашқан адамды жек көресіздер сіздер, қанша көремін мені қолдамай бүйтіп кетесіздер. Наоборот, шындық айтқанды қолдаудың орнына, сіздер өтірік айтып, өтірік жаны ашығаншы болып, ақшаларыңызды сорып отқан адамды қолдайсыздар. Міне, сіздерге еш жақсылық жақпайды екен, шынымен. Қайырымдылық қорының арқасында Дубайға барып, қайырымдылық қорының арқасында ақша жинап, қайырымдылық қорының арқасында машинелерді алып, неше түрлі үйлерді алып жатқан жоқ па, көріп жатқан жоқсыздар ма өздеріңіз? Бұл жерде біреуге бір жаңалық болып тұрған жоқ бұл ше. Оны халқымның, жұртымның ақшасының арқасында, ауырып жатқан бала шағаның арқасында, о дүниеде, бұл дүниенің ортасында ауырып жатқан кісілердің арқасында көтеріліп кетемін деп жүрген адамдар болса, араларыңызда мен сіздерге сразу айтайын. Мен сіздердің настроенияларыңызды түсіріп қояйын, роднойлар. Ол сіздерді ұзаққа апармайды. Көріп жатқан шығарсыздар өздері, түбі не болып жатқан. Түбінде либо шірейсің, либо ол сен бір нәрсеге алып келіп ұрады. Неге? Өйткені халқым, жұртымның, менің өзімнің де, мысалы, 1000 теңге салсам да сол қайырымдылыққа, сол 1000 теңге менің последний ақшам шығар, қайдан білесіздер? Осы балаға ем болып кетсінші деп салып жатқан шығармын мен сол 1000 теңгені. Сондайды ойламайсыздар сіздер. Одан кейін блогерларға тағы да айтатыным, роднойлар, айып етпеңіздер, мына қайырымдылық қорын жасап берші деген ата-ана көп, өте көп.
ата аналарға барып сол кезде айтсаң айтады, азат блогерлар деген 50/50 давайте қайырымдылық жасап береміз деп айтады көбісі дейді. Сонда сіздер сол 50% ақшасына халықтың, жұрттың жаңағы ауырып жатқан баланың ДЦП-мен ба жоқ, енді сол ақша қажет болып тұрған баланы, соның 50% ақшасын қалталарың алып салып алып жүрсіңдер ма сонда? Сонда несіне адам болып жүрсіңдер? Несіне халықтың алдында сонда герой, батыр болып жүрсіңдер сендер, ондай істейтіндерің бар. Қайырымдылық қорының арқасында сен еш уақытта жетіспейсің да, еш уақытта семьяңды да бақытты қылмайсың да, еш уақытта байымайсың да. Түбі шірейсің. Ал, айтты десе осы достар, құлақтарыңызға алтын сырға, мына жердегі плюсті басып, астындағы жүректі басуды ұмытпаңыздар. Азо-газо сол үшін тоқтатты қайырымдылықты. Неге? Қорқамыз, роднойлар, қайырымдылық қорын жүргізуге. Қорқамыз. Аферистер көп болып кетті. Сондай аферистердің арқасында қайырымдылық қоры тоқтады. Ал қаншама бала, қаншама халқым жұртыма ауырып жатыр, қаншама халқым жұртыма нан жоқ болып жатыр қазіргі таңда. Сосы есте болсын достар, жұма қабыл болсын. Сау саламат болыңыздар.